Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тілеуғараева Мөлдір Қырғызбаевна. Мен нөмірі 24-ші жалпы білім беретін мектептен бастауыш сынып мұғалімі. Бұл үздік оқыту технологиясы. Бұл презентацияда біз үздік технологиялар туралы қарастыратын боламыз. Оқыту технологиясының маңызы, түрлері, белгілері, артықшылықтары мен кемшіліктері туралы талқылаймыз. Мақсаты білім беру саласындағы мамандарға заманауи технологияларды тиімді пайдалануға көмектесу. Оқыту технологиясының білім беру сапасының әсері туралы бағалаймыз. Сонымен қатар интерактивті тақта және Flipped Classroom сияқты заманауи мысалдарды қарастыратын боламыз. Оқыту технологиясы дегеніміз бұл білім беру мақсаттарына жету үшін қолданылатын әдістер, тәсілдер, құралдардың жиынтығы. Бұл оқу процесі тиімді ұйымдастыруға және оқушылардың білім деңгейін арттыруға бағытталған. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің маңызы, оқыту технологиясы қазіргі заманғы білім беру жүйесінде маңызды рөл атқарады. Оқыту технологиясының қазіргі заманғы білім беру жүйесінде маңызды рөл атқарады. Себебі ол оқушылардың қызығушылығын арттырып, жаңа білімді тез әрі тиімді меңгеруді үйретеді. Оқыту технологияларының түрлері: ақпараттық коммуникациялық технологиялар, модульдік оқыту технологиялар және сыни ойлауды дамыту технологиялары бөлінеді. Үздік оқыту технологияларының белгілері: оқушының қызығушылығын ояту. Ең бірінші оқушының қызығушылығын ояту үшін арнайы платформалар арқылы жұмыс жасап, кез келген тақырыпты белсенді жандандырып, керемет қылып өткізу керек. Келесі: қолжетімділік пен тиімділік. Технологияны қолжетімді болуы үшін мұғалімге де, оқушыға да барлық жағдай жасалу керек. Келесі: оқыту технологиясы оқушылардың заманауи білім алуына және тұлғалық дамуына ықпал ететін құрал болуы тиіс. Планшеттер және интерактивті тақталарды оқу процесін жандандыруға және оқушылардың қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Онлайн платформалардың түрлері өте көп. Оны қашықтықтан оқытуға, ұйымдастыруға және оқушылардың өзара әрекеттесіп қамтамасыз етуге көмектеседі. Және сонымен қатар презентациялар мен бейнебаяндар. Презентациялар мен бейнебаяндарда оқу материалдарын көрнекті түрде ұсынуға және оқушылардың түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Интерактивті оқыту әдістері. Бұл миға шабу, ой қозғау, тағы басқа белсенді әртүрлі әдіс тәсілдері бар. Және оқушылармен топтық, жұптық жұмыстар жасауға болады. Ойын элементтері арқылы оқыту. Кез келген сабақ барысын, оқу үрдісін, кез келген ойын түрлерімен жаңа тақырыпты ашып, өткен сабақты бекіту мақсатында пайдалануға болады. Келесі бізде цифрлық платформалар, яғни ойын платформалары. Бұл жерде әртүрлі ойын платформалары қарастырылған. Кез келген платформамен жұмыс жасау үшін бұл жерде мұғалімнің шеберлігі өте жоғары деңгейде болуы қажет. Заманауи мысал ретінде осы платформаны қарастыратын боламыз. Бұл үйде теория, сабақта практика. Бұл жерде мұғалім бағыттаушы қызметін атқарады. Бұл жерде оқушыларға ең алдымен үйге тапсырма ретінде келесі өтетін тақырыпты бейнебаян мақала болсын, кез келген презентация болсын, алдын ала оқушыға беріп жіберетін боламыз бір күн бұрын. Бұл жерде бұл платформаның ең басты ерекшелігі, оқушы
жауапкершілікпен өзінің үй жұмысын, сыныптағы жұмысты және мұғалімнің бағыттаған жұмыстарын жауапкершілікпен атқаруға үйренеді. Бұл жерде мұғалімнің қызметі оқушыларға бағыт бағдар береді, нақты қолдау көрсетеді және қажетті нәрселердің барлығын мұғалім өзі арнайы дайындап әкеліп отырады. Бұл платформаның ерекшелігі, яғни артықшылықтары, жеке қарқынмен оқу мүмкіндігі қалыптасады. Яғни оқушы өз бетінше оқып, үйреніп, жаңа платформаларды меңгере бастайтын болады. Сонымен қатар сыныптағы практикалық жұмыс, практика жүзінде жүргеннен кейін оқушы ешқандай қиындық туғызбай, өз білім деңгейін жоғары етіп көрсете алады. Оқыту технологиясының негізгі артықшылықтары уақытты үнемдейміз және жекелей саралап оқыту технологиясы жүреді және қашықтықта оқытуға бейімділікті қалыптастыруға болады. Оқыту технологияларының білім беру саласындағы рөлі өте маңызды. Олардың тиімді қолдану арқылы біз сапалы білім беруге және оқушылардың табысты болуына ықпал ете аламыз. Қорытындылай келген кезде үздік технологиялық сапалы білім берудің ең басты кепілі екенін айтқым келеді.